Саламатсыздар ма? Біз алдыңғы сабағымызда сал-күрең күйін бастаған болатынбыз. Бас бөлімі және негізгі бөлімнің жартысын үйрендік. Бүгінгі сабағымызда осы негізгі бөлімді аяқтаймыз. Қайталап есімізге түсіріп алайық. 1, 2, 3 деп санаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Қайталаймыз, енді келесі. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Негізгі бөлім. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Міне біз осы жерге дейін үйренген болатынбыз. Әрі қарай жалғастырамыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Енді әрі қарай 1, 2, 3. Енді осы бас бармақта 3-ші нүкте және 4-ші саусақ 4-ші нүктенің алдыңғы пернесіне орналасады. Дәл осы ретпен біз жоғарғы қарай тізбектеп шығатын боламыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Міне 1, 2 дегенде бас бармағымыздың астына 2-ші саусақ барады. 3 дегенде біз 2-ші нүктеге бас бармағымызды қоямыз, ал 1-ші саусағымызды 2-ші нүктенің алдына қоямыз осылай. 1, 2, 3. 1 төмен, 2 жоғары, е? Қағыстарымыз 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Қайтадан қайталаймыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Қайтадан ілеміз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3-ші саусақпен 2-ші нүктенің алдындағы пернені ұстаймыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Қайтадан негізгі бөлімнің жартысынан бастаймыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тізбектеп жоғары қарай шығамыз. 1 төмен, 2 жоғары қағыс. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ілеміз. 1, 2. Жылжимыз. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Енді негізгі бөлімді басынан бастап қайталаймыз. Қос саусақпен жылжу арқылы түсеміз. Кеттік. 1, 2, 3. 1, 2 ілеміз. 3. 1, 2, 3. 4-ші нүктеге жылжимыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Енді жалғасы 1, 2, 3. Жылжимыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3-ші саусағымызды қоямыз. 2-ші нүктенің алдындағы пернеге. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
2, 3. Яғни соңғы жағында негізгі бөлімнің 1, 2 пауза, 3-ке қағыз, 1, 2, 3. Қайтадан негізгі бөлімді пысықтап шығамыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Жылжимыз 4-ші нүктеге 1, 2, 3. Бас бармақ орнында тұрады. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Сіздерге үйге берілетін тапсырма бірінші бөлімді, яғни бас бөлімді, негізгі бөлімді толығымен қайталап, жеке-жеке асықпай видеоны алдыға жылжыту арқылы нақтылап, пысықтап жаттаймыз. Сау болыңыздар!